Баршаңызға сәлем, менің атым Дима. Бүгін ет асамыз. Ет асу үшін бізге жылқы еті, қазы, жылқының сүйегі керек. Алдымен етті пісіреміз. Қазанға су құямыз, ет, қазы, және сүйекті саламыз. Мен сүрленген қазы қосамын, сондықтан тұз салмаймын. Қазанды отқа құямыз, ет 3 сағат қайнау. Су қайнағанда қазы жарылмау үшін оны тесу керек. Ет пісуге жарты сағат қалғанда қазанға картоп саламыз және қамырды пісіріп бастаймыз. Онға 3 жұмыртқа қосамыз, кішкене су құямыз, араластырамыз. Қамырды илейміз, 15 минутқа қылдырамыз. 15 минуттан кейін қамырды екіге бөлеміз. Тағы да илейміз және оқтаумен жаямыз. Қамырды жұқа болуы керек. Осы процесті ептеп істеңіздер. Қолын билеу керек дейді. Қамырды дайын. Оны кесу керек және таза орынға қою қажет. Жарты сағаттан кейін картоп пен етті шығарып аламыз. Сорпаны аздап ситамен тазаламыз. Соның қамырды сорпаға саламыз. Бірнеше минут қамырды қайнатамыз, сосын астауға саламыз. Картоп пен етті үлкен қылып кесеміз және қабаттап саламыз. Үстіне аздап тұзды құямыз. Енді ет дайын. Өте дәмді. Тату үйдің тамағы тәтті деген мақал бар. Ас болсын, сау болыңыздар.